бүгін сіздерге жалпы опушение, яғни төмен түсуі, именно жатырдың, қынаптың. Біздің кіші жамбасқа нагрузка түсіре берсеңіз, олар либо үзіледі, либо особенно кім жаттығу жасап, нығыздап, тұрып жаттығу жасай сала ма, кегілді сөйтіп үйреткен дейді. Тұрып жатып, особенно кім тағы да бізде тренажерлармен жұмыс жасайтындар, неше түрлі қынаппен бір көтеретіндер, бұлар бәрі істеп жатыр. Яғни наоборот опушение көмектесіп жатыр да. Қолын вагинаны салып жуады да, мына жаққа жуған кезде айтады: ойбай, дөп-дөңгелек бірдеңеге тіркелді, не ол тірелгеннен кейін не істейсіз? Сіз витаминдеріңізді уақытылы ішесіз. Бұл қандай витамин? Қайырлы күн, ассаламу алейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге жалпы опушение, яғни төмен түсуі, именно жатырдың, қынаптың, жалпы кіші жамбасқа не төмен түседі, бұл төмен түсу деген не нәрсе, өзі осы туралы толық ақпарат алатын боламыз. Ол үшін жай ғана жоғарыда тұрған 3 точканы басып уведомление қойып қойдым, кетпеңіздер, және де маған лайк басып, подписка жасап, мені тек қуантып қойыңыздар да. Егер де соңына дейін видеоны көруге мен сіздерге ұсынамын, себебі соңына дейін көрмесеңіз, әрине сіз бұны түсінбейсіз да. Жалпы біздің кіші жамбас бұлшықеті қалай? Бұл міне тура осы үстел сияқты біздің жамбасымыз тура үстіп тұрған бұлшықет, иә. Бұл не істеп тұр? Мына үстелше сияқты нәрсе біздің жатырымызды көтеріп тұр. Яғни бұл үстелше болмаса, яғни дәл қазір мына үстелше болмаса, мына жатыр былайынан үстіне тұрып көтермесе, бұл не істейді? Бұл былайынан бақыт жұмалып жерге түсіп кетеді, яғни қадимдағы түсіп кетеді да. Яғни не? Бұл ұстап тұр, яғни үстелшеде. Біздің кіші жамбас бұлшықетімізде дәл осылайынан біздің жоғарыдағы бүкіл органымызды, яғни көтеріп тұр ағзаларымызды, иә. Бұл не только жатыр, бұл жерде 2 бүйрегіміз бар, біздің 1,5-2 метрлік ішегіміз бар, тоқ ішектеріміз бар. Және бізде ең күштісі біздің ішіміздің мына жерде не бар? Диафрагма бұлшықеті, иә. Бұл не істейді? Бұл өкпе, бауыр, жүрек, соларды былайынан ұстап тұр, иә. Яғни ол негізгі үстелше, но все-таки, когда біз орнынан тұрып қимылдаймыз, мына жерге и мына жаққа кіші жамбас бізге не істейді? Нагрузка түседі, яғни күштеме түседі. Егер біз сол күштемені уақытылы нығайтып отырмасақ, ары қарай бізде ол асқынып кетуі мүмкін да. Қайда асқынады? Ол әлсірейді да. Например, пакетті алдыңыз, көтеріңіз, үстіне киімді салып жатсыз, нығыздап заттар салып жатсыз да. Ол пакетке зат салған сайын не істеп жатыр? Қалыңдап жатыр ма? Жоқ, наоборот, жұқарып жатыр. Соңына дейді, либо үзіледі, либо полностью жыртылып кетеді. Это то же самое. Біздің кіші жамбасқа нагрузка түсіре берсеңіз, олар либо үзіледі, либо бір күн жыртылады. Особенно кім жаттығу жасап, нығыздап, тұрып жаттығу жасай сала ма, кегілді сөйтіп үйреткен дейді. Тұрып жаттығу жасап, одан бетер нығыздап, бәрін ары қарай тығып шығарып жіберейін деп тұрады. И особенно кім тағы да бізде тренажерлармен жұмыс жасайтындар, неше түрлі қынаппен бір көтеретіндер, бұлар бәрі істеп жатыр. Яғни наоборот опушение көмектесіп жатыр да. Енді бізде жатыр ғана төмен түсе ма да? Бізде жатырдың төмен түсуі және де қынап қабырғаларының төмен түсуі деген бар, иә. Бұл не? Мынау біздің қынабымыз, дәл мына қынап қазір тар болып тұр. Тар болғаннан кейін мына жатырдың мына басы мен мына басы мына қынапқа сыймайды, сондықтан жоғары көтеріліп тұр, иә, шейка арқылы да. Ал егер біздің мына қынап былайынан ажырайып кеңейіп кетсе, кеңейіп кетсе, иә, бұл матка спокойно төмен қарай түсіп кетеді. Особенно кім қолын вагинаны салып жуады да, мына жаққа жуған кезде айтады: ойбай, дөп-дөңгелек бірдеңеге тіркелді, не ол тірелгеннен кейін деп шошып жатамыз да. Не үшін шошимыз? Потому что бұл біздің жатыр мойны. Мына жатыр мойны қолымыз тіреледі, бұл деген на самом деле норма. Бұған қолымыз тірелуі мүмкін. Бірақ ол дәл осылай мына жаққа дейін примерно 8-9 сантиметр жоғары орналасу керек. Ал біз бүйтіп тұрғанбыз, мына жерде уже көрініп тұрады. Бұл не? Бұл уже мына жатырдың мойны мына жаққа түсіп кетті деген сөз. Яғни уже опушение бар деген сөз да. Бұлшықетке не керек? Мысалы, ағашқа сіз су құясыз, су құйып оны өңдеп отырасыз. Ал басқа нәрсе заттар болатын соң ештеңе істемейсіз, главное күннен сақтайсыз, қораптып жібермесін деп та. Ал когда сізде жатыр, бұл бұлшықетті нәрсе, оны сіз нығайту үшін не істейсіз? Сіз витаминдеріңізді уақытылы ішесіз. Бұл қандай витамин? Міндетті түрде бұл D3 витаминін ішулеріңіз керек. Міндетті түрде сіздер ішу керексіздер, кальций витаминін ішу керексіздер, витамин цинк ішу керексіздер да. Бұлардың барлығы біздің бұлшықетімізді нығайта береді, күшейте береді, наоборот жақсартады да. Яғни сол үшін сіз витаминдеріңізді ішулеріңіз керек, чтобы мына жер әр жаттығу жасап, витамин ішкен сайын күштірек болу үшін. И особенно точкада кімде анемия. Вот анемиясы бар қыздар, бізде в основном это нормально. Это все идеально. Главное, басым ауырады, и что, жүрмін, өлген жоқпын да. Күн көріп атық, туып атық, все главное сол да жоқ.
кімде опушение, наоборот, кімде анемия, наоборот, соларда бірінші орында жатыр жаңағыдай төмен түседі, қынап кеңейіп кетеді, оларда қынаптың қабырғалары түседі. Особенно мысалы рожавший мен не рожавший, босанған әйелді қалай айырамыз? В основном босанған әйелдерде уже қынап, естественно, кеңейген болады. Бұның ішінде мынандай бүрлі қабат, бұл не? Бұл как синтетикалық кофта сияқты, былай мысалы кофтаны аласыз да, былай тартасыз, ол тартқаннан кейін ол созылады да, соған жіберіп қалсаңыз, ол қайтадан орнына келеді, когда вот качественный не, егер синтетика болса да. А если не качественный болатын болса, оны тартасыз, созылған күйінде қалып қояды да. Это то же самое, мына тұрған қынапта бізде не? Жыныс қатынас кезінде, яғни үлкендеу болатын болса, сонымен қатар бұл жерде бала шығады, бала шыққан кезде бұл мына тұрған қынап былайынан кеңейеді да. Бұл кеңейген нәрсе қайтадан орнына келіп қалу керек та. Бұл келе алмайды, если сізде анемия, осы витаминде тапшылық болатын болса. Бізде қорқады витамин ішуге да. Витамин ішуге қорықпаңыз, спокойно іше беріңіз. Осы никак, ни в коем случае гипервитаминоз болып кетпейсіз. Мен әлі көрген жоқпын мұндай нәрсені, шыны керек. Қанша жыл жұмыс жасап жүрсем де, қаншама әйелді көріп жүрсем де. Поэтому бұл сізге зиянын келтірмейді. Ол қор гаража сақталып тұра береді. Бізде гараж бар. Когда біз таусылады, сол кезде ол шығарып отырады да. Міне сондықтан сіз витаминдеріңіз бірінші орында. И упражнениені дұрыс істеу керексіз. Когда сөйтіп тұрып, үстіне бүкіл ағза былайынан басып тұрған жаттығу жасап, оны одан бетер сығарсаңыз, не болады? Одан бетер сізде опушение болады. Ал когда сіз жаттығуды жатып, әдемелеп, уақытылы істейтін болсаңыз, не істейсіз? Соны жатқан күйінде ешқандай нагрузка түсірмейсіз, наоборот, сіз дұрыс жасайсыз да. Потому что көптеген тренерлер бізде дұрыс үйретпейді, өкінішке орай. Соның әсерінен маған көп қыздар жалуются, келеді опушениемен. Когда сұрайды, осылай опушение не бывает деп, ол айтады, білмеймін, мен жаттығу бастадым, содан кейін басталып кетті. Жаттығудан кейін бұндай болмаған, или болмаса тағы да басқа да, яғни неше түрлі жалпымен келеді. Сондықтан тренажер қолданасыз ба? Тренажер только сіз қолданыңыз офлайн, тренердің наблюдениесімен, гинекологтың бақылауымен. Неге? Себебі оны біріншіден дұрыс жасап жатқанын көрсетеді, екіншіден оны дұрыс обрабатывать етіп жіберіп отырады. Элементарный мақта, даже зеркалмен обработка жіберіп отырамыз, да? Потом бізге пакетке орап, бетіп обработанный түрінде әкеліп береді, да? Неге? Себебі оның өзі дұрыс емес. Мысалы, сіз ойлайсыз ғой, одноразовый зеркаланы, думаете, оны айшын одноразовый шығара, сразу пакетке сала береді? Жоқ, ни в коем случае. Оны дайындайды, оны обрабатывать, потом оны пакетке әдемілеп қаптайды, да? Вот. Себебі оны ашқан кезде сіз қарасаңыз, ішінде ешқандай шаң тұрмайды, даже қыл тұрмайды. Неге? Себебі обработанный ол. Мына тренажерді тура солай істейді. Оны аласыз, спиртовкамен сүрде салу, это тоже онымен кетіп қалатын нәрсе емес. Бактерия, наоборот, одан көбейеді, выделение начинается, потом жалоб, наоборот, хуже болады, да? И то же самое бізде қазір не бар? Бізде неше түрлі тренажерлер, мен көргенім, менде электронный түрі бар, кәдімгі ток сияқты жіберіп отыратын. И тоже бар, просто как лазерная говорят, сықсаш жібереді, да? Жоқ, оның өзі сізде дұрыс болмауы мүмкін, яғни тренажерді дұрыстан таңдағандарыңыз дұрыс. Ендеше, опушенияның емі бар ма? Жоқ. Өкінішке орай, опушенияның емі жоқ. Хоть сізде қандай нәрсе, сіз не істейсіз? Тек қана профилактика, яғни сақтану әрекет жасайсыз. Сізде бірінші степен ба, сақтанасыз, екінші степен болып кетпеу үшін. Егер үшінші степен ба, сақтанасыз, төртінші степен болып кетпеу үшін. Егер уже когда ол үшінші, төртінші, яғни матка сотқа шығып жатады, только секундсет бұл не операция, тек қана операциямен жоғары тартып өйстіп тікіп қою ғана болады, да. Ол тіккеннің өзі сізге 100% гарантия емес, яғни когда мына тіккен жіп әлдер, ол қайтадан төмен қарай түсіп кетуі мүмкін. Либо удаление матки. Поэтому қазірден бастап кімде уже проблема, сразу уже әрекет жасаңыздар. Қазірден біз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. И кімде разрыв, особенно разрывтан кейін, разрывтың орнына либо жыртылып кетеді, либо оны тікпейді, уже қынаптың бүкіл қабаты байқалып жатады, сіз сырттағы мұздай шыққан кірген ауаның бәрін сезіп жатасыз да, сізге спокойно жүру керек деген сөз емес. Поэтому немедленно гинекологқа барасыз, ем аласыз, тем более қазір таңда шыққан бізде лицевая пластика, да, можно лицевая пластика тігіп қою, мына қынапты тура мына жерде жыртылса, жүріп тігіп қою. Иногда бывает даже әйелдер келген кезде прям промежуток жоқ қой. Мына влагалище, мына жерде тура оған жабысып тұрған не көтенші тесік, ректальный турда, уже ректальный тесік. Прям промежуток, оң арасында хотя бы 1-2 сантиметр, 1,5 сантиметр промежуток болу керек. Ол жоқ вообще. Жыртылып кеткен ғой, потому что вот сонымен сіз жүрсіз да, олар яғни үлкен дәретін тоже ұстай алмайды дұрыс, кіші дәрет тоже, естественно геморрой да, поэтому сіз денсаулықтарыңызды күтулеріңіз керек. Міне, сіздің денсаулығыңыз кімге керек? Әрине ол сізге керек, сізден басқа ешкімге емес да. Сіздермен бірге болған доктор Сейіт Жапаровна, ақпарат тиімді болатын болса, өте қуаныштымын, мені қуантып лайк басып қойыңыздар, ал егер де сұрақтарыңыз болатын болса, комментарий жазсаңыздар болады.